Бүгін сіздермен 2020-ның қаңтар айында кездескен нұсқаны талқылаймыз. 1111 нұсқа. Сіздерге естеріңізге салайық. Білесіздер, ұбт-да апелляция деген бар. Апелляция не үшін жасалынады? Өйткені қателіктер кетуі мүмкін. Қателіктердің түрі көп. Адами қателік болуы мүмкін, жазып жатқан кезде қате кетуі мүмкін, техникалық қате кетуі мүмкін, қателер болып жатады. Міне осы нұсқада бірінші сұрақта осы қателікті мен таптым. Оқып көрейік. Бірінші есепті. Гармоникалық тербеліс берілген, тепе-теңдіктен қозғалған дененің ығысуы, яғни X, кинетикалық энергияның байланысы дейді. Енді қараңыздар. Бірінші еске түсірейік. Механикалық тербелісті серіппемен бір денені еске түсірейік. Серіппе тепе-теңдік күйі мынау болсын, серіппе созылмағанда, сығылмағанда. Осы жерде X неге тең? 0-ге тең бізде. Білесіздер? Орын ауыстырған жоқ, яғни. Одан кейін біз шетке қарай ығыстырамыз, мысалы, жібереміз. Сол кезде ол не істейді? Қозғала бастайды. Тепе-теңдік күйі деген мына жер. Білесіздер, осы жерден өткен кезде мына дене максимум жылдамдықпен өтеді. Тепе-теңдік күйінен максимум жылдамдықпен өтеді. Орын ауыстыруы максимум болған кезде, яғни амплитудасына жеткен кезде, ол қай жер? Мына нүкте және мына нүкте. Мына нүкте ол теріс амплитуда. Максимум сығылған кезде ол тоқтайды, бағытын өзгертеді. Оң жақта да максимум ығысқан кезде, мына деңгейге келген кезде ол тоқтайды да артқа қарай кетеді. Демек, X орын ауыстыру максимум болған кезде жылдамдығы 0-ге тең. Яғни кинетикалық энергиясы 0-ге тең. Өйткені кинетикалық энергия жылдамдықтың квадратына тәуелді. Демек, X максимум болған кезде 0-ге тең болу керек, немесе X 0 болған кезде тепе-теңдік күйінде жылдамдық максимум болу керек, немесе кинетикалық энергия максимум болу керек. Енді қараңыздар, бірінші суретке қараймыз. X 0 кезде кинетикалық энергия 0-ге тең, демек бұл дұрыс емес. Екінші суретке келеміз. X 0 кезде кинетикалық энергия қайтадан 0. Бұл да дұрыс емес, екінші сурет. Үшінші суретті қарайық. X 0 кезде энергия максимум, кинетикалық энергия. Бұл дұрыс сияқты. Бұны бір қарастырамыз қазір. Төртінші суретті қараңыздар. Орын ауыстырған сайын энергия өзгермей жатыр, кинетикалық энергия. Кинетикалық энергия өзгереді, азаяды, көбейеді. Демек, төртіншісі де дұрыс емес. Бесінші есепке келейік. Бесінші есепке энергия максимум. Орын ауыстыру 0 болған кезде, тепе-теңдікте энергия максимум. Бұл да болуы мүмкін. Бірақ мынау қараңыздар, түзу сызықты өзгеріп жатыр. Энергия. Кинетикалық энергия түзу сызықты азайып жатыр. Сөйтіп 0 болады. Соңында 0 болу керек, дұрыс. Бірақ өзгерісі ол түзу сызықты болмайды, өйткені жылдамдықтың квадраты ғой. Квадраты, жылдамдықтың өзі синус немесе косинус жағына қарай өзгереді, бағынып. Демек, бұл бесінші есеп, бесінші график дұрыс емес. Үшінші график қалды. Бірақ маған үшінші графиктің түрі ұнап тұрған жоқ. Ол негізі мынандай болу керек. Біраз уақыт өткеннен кейін ол тез 0-ге айналу керек. Негізі оған формасы, екінші суреттің формасы сәйкес келеді. Бұл есептің жауабы да жауаптар нұсқасында А деп қойған. Яғни екінші есеп. Негізі ол дұрыс емес. Бұл жерде кинетикалық энергияны сипаттап тұрған жоқ. Бұл жерде серіппенің потенциалдық энергиясын сипаттап тұр. X 0 кезде ол 0, сосын ол бірден көбейеді, өйткені X-тің квадратына тәуелді ғой. Біз білеміз, кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның қосындысы 0-ге тең болу керек. Яғни кинетикалық энергия бізде мынандай формада болу керек. Әр уақытта, қай уақытта да қосқан кезде 0 емес, кешіріңіздер, тұрақты болу керек. Тұрақты болу керек. Демек, бізде бұл нұсқаларын қарасам, мынау мен көкпен сызған нұсқа болу керек. Ол нұсқа жоқ. Жауаптарында 3-ті белгілеген болса, айтар едік, мүмкін тек қана суретті шамалы басқаша сызған, масштабын деп. Бірақ олар А деп қойған. Демек, бұл жерде қателік бар. Демек, олар мына жерде кинетикалық энергияның орнына серіппенің потенциалдық энергиясы деп жазуды, ауыстыруды ұмытып кеткен деп ойлаймын. Осыны есте сақтаңыздар. Бұл есептің қатесін таптық. Екінші есеп. Дыбыс толқыны ауадан суға өтті. Толқынның таралу жылдамдығы ауадан суға. Естеріңізде болсын, бұл 2020-ның қаңтар айындағы нұсқаларда
көп сұрақтар қайталанады. Өйткені әртүрлі нұсқа жасаған ғой, вариант. Бұл нұсқаны, бұл сұрақ бізде алдында кездескен. Мен қысқаша айтайын, бұл жерде жылдамдық артады. Өйткені дыбыс қатты жерде, тығыздығы көп жерде тез таралынады. Темір жол мәселесімен бұны түсіндіргенбіз. Бірден артады деп белгілеймін. Үшінші есеп. Бірлік көлемдегі заттың массасын көрсететін физикалық шама. Бірлік көлем, яғни массаны көлемге бөлеміз. Ол бізде білесіздер тығыздық, е. Төртінші есеп. Брондық қозғалыс. Білесіздер газ бен сұйықтарға арналған, олар көзі соқыр қозғала береді. Кез келген бағытта қозғалады, соны жалпы түсіндіреді. Жауаптардың арасынан оқып көрейік. А нұсқасын: сұйықта немесе газда қалықтап жүрген қатты заттың ұсақ бөлшектерінің ретсіз қозғалысы. Ретсіз қозғалысы қысқаша айтқанда, бұл дұрыс. Бесінші сұрақ: бір заттың молекулаларының екінші заттың молекулаларының кеңістігіне өздігінен еніп кетуі. Білесіздер, мысалы, шайға, қара шайға сүтті құясыздар. Сүт жаймен араласып кетеді. Неге араласып кетеді? Өйткені шайдың ішіндегі молекулалар бөлшектер қозғалып жатыр. Сөйтіп сүт молекулаларының арасымен не істеп кетеді? Араласып кетеді. Оны біз диффузия дейміз. Естеріңізде сақтаңыздар. Ол диффузия. Бір мольдің мөлшерінде алынатын заттың массасы. Бұл есепте кездесті. Біз білеміз, зат мөлшері неге тең? Масса бөлінген мольдік масса. Егер зат мөлшері бірге тең болса, онда бізде формула мынандай болады. Көріп тұрсыздарыңыздай, масса неге тең болады? Мольдік массаға тең болады. Сол жауапты тауып аламыз. Заттың мольдік массасына тең. Массасы заттың мольдік массасы тең болады, егер моль заттың мөлшері бірге тең болса. Жетінші есеп. Тізбекте жалғанған өткізгіштер үшін орындалатын шарт. Естеріңізде болса, мен тұрақты тоқ тақырыбын видео сабағына қатысқан болсаңыздар, тізбекте қосылғанымен немен салыстырдым? Бір коридор, ол коридордан электрондар өтеді, зарядтар қозғалады. Бір коридор болғаннан кейін зарядтар ешқайда қашып кете алмайды. Демек, электронның зарядтың қозғалысы нені тудырады? Тоқ күшін. Тоқ күші сол коридордың барлық жерінде бірдей болады. Сол нұсқаны таңдаймыз. Тізбектей. Суреті мынандай болады, естеріңізде болса. Тізбекте қосылған кедергілер. Электрон тоқ былай өтеді. Барлық жерден бір коридор болғаннан кейін тоқ барлық жерде бірдей болады. Сегізінші есеп. Әр қайсысының кедергісі 10 Ом 5 өткізгіш бір-бірімен параллель жалғанғанда тізбектің жалпы кедергісі. Параллель жалғанған кезде кедергі, білесіздер, бір бөлінген жалпы кедергі R0 дейін, ол тең болады бір бөлінген R1 қосылған бір бөлінген R2 деп қоса береміз. Қанша кедергі болса R3 деп қоса береміз. Енді мына жерде бесеуі бар, бесеуі деп бірдей. Демек, бір бөлінген 10 қосылған бір бөлінген 10 деп 5 рет қосамыз. Оны 5-ке көбейтсек те болады, бірден. 5 бөлінген 10 тең болады бір бөлінген 2. Бір бөлінген 2. Енді қараңыздар, бір бөлінген R жалпы кедергі тең болады бір бөлінген 2. Демек, жалпы R неге тең болады? 2 Омға тең болады. Бұл жерде де Б нұсқасын белгілейміз. Бұл жерде тесттің сапасын көрсетіп, негізі қараңыздар. 1/2 0,5 қой мына жерде. Мен сіздерге көрсетейін. Мына жерде 0,5 болса, осындай жауапты мына жерге белгілеп қойса, мысалы бір нұсқасында 0,5 деп жазып қойса, бұл кезде көп оқушы қателесетін еді. Бірақ бұл жерде сіздердің пайдаларыңызға бұндай жауапты қоспаған. Демек, мысалы 0,5 деп ойлап қалдыңыз, асығыс, ол жауап жоқ, демек сіз бірден түсінуіңіз керек. Сіздер өзіңіз бір қате жібердіңіз. Сол кезде мынаны ауыстыруды ұмытып кеткеніңіз есіңізге түседі. 1/R-ді. 9-шы есеп. Төменде көрсетілген ядролық реакциядағы белгісіз бөлшек дейді. Қараңыздар, бұл жерде заңдылық бар. 3 қосу 1, бұл протон саны. Сол жақтағы және оң жақтағы протондар санының қосындысы бірдей болу керек. 3 пен 1 4, оң жақта 2 бар, демек мына жерде тағы да 2 болу керек. Жоғарына қараймыз, 7 мен 1 қосамыз 8, жоғарыда оң жақта 4 бар, демек мына жерде 4 болу керек. X-тің протоны 2, үстінде 4 болу керек, демек ол мына жерде Е нұсқасын белгілейміз. 2 мен 4 бар. Қарапайым есеп. 10-шы есеп. Түзу сызықпен қозғалған дене координатасының уақытқа тәуелділік графигі дене жылдамдығының X осіндегі проекциясының 0 мен 1 секунд аралығында
мәні. Бұл есеп келді, бірақ басқа нәрсе сұраған алдыңғы нұсқада. Қазір бізде 0 мен 1 секундтың арасындағы жылдамдықты сұрапты. Қараңыздар, 0 мен 3 секундтың арасында түзу сызық бар бізде. Демек, осы 3 секундтың ішінде жылдамдық тұрақты болған. Демек, осы бөліктегі жылдамдық тапсам, мен 0 мен 1 аралығындағы жылдамдыққа тең болады. Дұрыс қой. Енді қараңыздар, 120 метрді 3 секундта өтеді. Және тұрақты жылдамдық, оны қайдан түсіндік? Мынау график бізде түзу сызық болып тұр. Орын ауыстыру түзу сызық болса, бір альфа бұрышымен, демек ол альфа бұрышы өзгермей тұр, былайша айтқанда. Тұрақты жылдамдық, демек x тең v теңдеуін қолданамыз. V тең жылдамдық тең x бөлінген t. Демек 120 бөлінген 3, жылдамдық 40 шығады. 3 секунд бойы оның жылдамдығы 40 метр секунд болған. 11-ші есеп. Массасы 45 килограмм спортшы 4 метр секунд жылдамдықпен жүгіріп, өзіне қарама қарсы бағытта 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалған 100 килограмм арбаға қарғып мінсе, жүйенің жылдамдығы модуль. Бұл серпімсіз соқтығыс, импульстің сақталу заңы. Енді қараңыздар, импульс ол вектор болғаннан кейін өте маңызды. Спортшы оңға қарай қозғалып келе жатыр дейік. Оның моментумы неге тең? Моментум формуласын мына жерге жазып қояйын. Масса көбейтілген жылдамдығы, импульстың формуласы, масса көбейтілген жылдамдық. Спорт үшін жазайын. Бірден санмен жазайын. 45 көбейтілген 4. Бағыты оңға қарай. Бұл спорт үшінікі. Оған қарсы, яғни солға қарап, мысалы, арба келе жатыр. Массасы 100, жылдамдығы 2, импульсы 200-ге тең екен. Бірақ қарсы бағытта. Енді импульстарын санайық. 45-ті 4-ге көбейтсек 180 шығады. Оңға бағыттаған, 2-ні 100-ге көбейтсек 200 шығады. Қайсының импульсы көп? Арбаның көп. Демек, арбаның бағытында жалғастырып кетеді қозғалыс. Түсінікті ғой. Енді соқтығысқаннан кейін жалпы массасы не болады? 45 қосу 100, 145 болады жүйенің. Бірақ жылдамдығы белгісіз. Жылдамдығы көбейтсек импульс шығады. Енді қараңыздар. Соқтығысқанға дейінгі жалпы импульс неге тең? Ол 180 азайту 200, немесе 200 азайту 180. Екеуі қарсы бірін-біріне. 20-ға тең. Демек, соқтығысқаннан кейінгі де импульс 20-ға тең болу керек. Яғни 145 көбейту жылдамдық тең болу керек 20. Осы жерден жылдамдық неге тең? 20 бөлінген 145. Жобамен ол 0,14 шығады. 0,14 метр секунд. Осы жерден біз А нұсқасын белгілейміз. 12-ші есеп. Серіппеге ілінген жүктің массасы 500 грамм, ал серіппенің қатаңдығы берілген, тербелістің циклдік жиілігі. Естеріңізде болса, мен бір ғана теңдеу жақта деп ескертемін, ақыл айтамын. Естеріңізде болса, әрқашан бұл жерде периодтың формуласын жаттау керек еді. 2p тыбырасты m бөлінген k. Осындай серіппеге ілінген жүктің периоды осы теңдемелерін анықталынады. Ал циклдік жиілік, білесіздер, ол 2p бөлінген период. Осыны орнына қоятын болсақ, циклдік жиілік үшін арнайы осы серіппе үшін жаттаудың қажеті жоқ. Циклдік жиіліктің формуласы ол бәрімізге белгілі. Мына жерде 2p қысқарып кетеді. Сонда 1 бөлінген тыбырасты mk, немесе жоғары шығаратын болсақ, тыбырасты k бөлінген m. Осы циклдік жиілік екен. K 100-ге тең. Масса әрине біз килограмм арқылы жазуымыз керек. Халықаралық бірліктер жүйесі, C жүйесі. Ол 0,5 килограмм. 100-ді 0,5-ге бөлетін болсақ, 200 шығады. Тыбырасты 200. Ол не деген сөз? Тез шығаратын болсақ, 10 тыбырасты 2 деген сөз. Тыбырасты 2 ол бізде жобамен 1/4. 12-ге көбейтсек 14 шығады. Ең нұсқасын белгілейміз. 13-ші есеп. Ұзындығы 3 метр көлденең қимасы берілген, сымның ұшына 210 ньютон созушы күш түсірілген сымның абсолют деформациясы. Енді қараңыздар. Күш белгілі,
Yang модулі белгілі 210 гигапаскаль. Енді бұл жерде не бар? Салыстырмалы ұзару бар, дельта L бөлінген L. Ол неге тең болады? Қысым бөлеміз Yang модуліне. Осы жерден бізде нені табу керек еді? Абсолютті деформация, ол дельта L. Бұл теңдеуді білу керек. Дельта L неге тең болады? L-ді жоғары көбейтеміз, бөлеміз ауданға Yang модуліне. Енді осыны қарапайым есеп шығару керек. Күшіміз 210-ға тең ньютон. Бұл жерде әрбір ұшына 210 ньютон, жалпы 420 ньютон деп қателеспеңіздер. Естеріңізде болса стандарт есеп бар еді. Біз жіпті, арқанды екі жақтан бірдей күшпен тартып жатыр, 5 ньютон. Жіптегі күш қанша? Арқандағы жіп күш қанша деп, 10 ньютон деп жататындар бар, 0 ньютон деп жататын бар. Олай емес. Ол ньютонның үшінші саны, жіптегі күш сол 5 ньютонға тең болады. Дәл сондай, екі жағынан да 210 мен тартып жатыр. Бұл жерде бірақ сол сымдағы күш ол 210. Екі есе көбейтудің қажеті жоқ. L 3 метр. S бізде қараңыздар миллиметрмен берілген. Біз халықаралық бірліктер жүйесінде метрге айналдыруымыз керек. Миллиметр квадрат 1 миллиметрден 10-ның минус 3 метрі бар. Ол квадрат болса минус 6 болады. Yang модуль 210 гигапаскаль 10-ның 9 дәрежесі. Енді қарапайым есепті шығарамыз. 210 қысқарады. Минус 6 мен мына жерде 9 3 дәрежесі алады. Сонда жоғарыда 3 бөлінген 10-ның 3 дәрежесі, немесе 3 10-ның минус 3 дәрежесі метр дейміз. Немесе ол 3 миллиметр. Жауабы. Бұл нұсқасын есептедік. 14-ші есеп. Екі нүктелі зарядтардың өзара әсерлесу күші 1 ньютон, егерде осы зарядтардың орналасу қашықтығы 2 есе кемітсе әсерлесу күші. Бұл есепті біз шығарғанбыз алдыңғы нұсқада. Естеріңізге салайын. Зарядтардың арасы жақындаған кезде күш көбейеді. Мына жерде 2 есе кеміткен, ол логически. Заттар бір-біріне жақын болған кезде бір-бірін жақсы сезеді, күштер көбейеді. Бұл жерде демек жауап 1 ньютоннан көп болу керек. Д мен Е нұсқасын бірден сызып тастаңыздар. Енді қанша есе көбейеді? Мәселе сол. Формуласы бұл жерде еске түсіру керек. К тұрақтымыз. Q1, Q2, екі дененің заряды. Бөлеміз ара қашықтығының квадратына. Яғни квадрат бар бұл жерде. 2 есе азайса, демек ол квадратына көбейеді, 4 есе көбейеді. 1 ньютон еді, 4 ньютон болады. 15-ші есеп. Ернеуіне дейін суға толтырылған, яғни басына дейін толтырылған екі бірдей шелектің біреуінде ағаш білеуше жүзіп жүр, біреуінде ағаш білеуше жүзіп жүр. Осы шелектердің салмақтары дейді. Енді білесіздер, біреуінде су көп, біреуінде су аздау болады. Өйткені ағаш білеушені салған кезде біраз су төгіледі. Сондықтан бұл жерде ойлап қалуларыңыз мүмкін, салмақтардың айырмашылығы болуы мүмкін. Бірақ бұл жерде Архимед естеріңізге түсірулеріңіз керек. Қанша су төгіледі? Сол маңызды. Білеушенің массасына тең су төгіледі. Эврик Архимед күші естеріңізде болса, сол жерден екі шелектінде массасы өзгермейді бұл жерде. Қанша килограмм су төгілсе, қанша грамм су төгілсе, сонша ненің салмағы, массасы бар деген сөз. Білеушенің ағаштың. Келесі есеп 16. Тік жоғары атылған оқ пен оның дыбысы 660 метр биіктікке бір мезгілде жететін болса, онда оқтың бастапқы жылдамдығы. Енді қараңыздар, дыбыстың жылдамдығы ол тұрақты. Демек, біз XVT деген формуланы қолдана аламыз. 660 метрді дыбыс, оның жылдамдығы 330-ға тең берілген, ауада таралу жылдамдығы. Т уақытта жетеді, демек Т 660-ты бөлеміз 330-ға, дыбыс оны 2 секундта жүріп өтеткен. 2 секундта жүріп өтеді, 660 метрді. Ал оққа не әсер етеді? Еркін сөйлеу әсер етеді. Жердің тартылысы бар, еркін сөйлеу әсер етеді, жылдамдық азаяды. Тұрақты үдеумен азаяды. Сондықтан біз үшінші форманы қолданамыз. Бастапқы жылдамдық Т азайту 1/2 ЖТ квадрат деген естеріңізде болса. Осы теңдеумен орны өзгереді, оқтың.
ол да 660 метр жүреді. Бастапқы жылдамдық белгісіз, 2 секундта 1 бөлінген 2 еркін түсуде 10, 2-нің квадраты. Осы жерден мына жерден неше шығады? 4, 40, 20. Мына жерден 20 шығады. 20-ны солға әкеліп қосатын болсақ 680 болады. Тең болады 2 көбейтілген жылдамдық. Жылдамдық тең болады 340. 680-ді 2-ге бөлетін болсақ 340. Жауабы Д болады. 17-ші есеп. Көлемі жобамен 10 метр куб жабық ыдыстағы газдың қысымы берілген, орташа квадрат жылдамдығы берілген, 30 ыдыстағы газдың массасы. Бұл есепте қателеспесем кездесті. Қысымның теңдеуін естеріңізге түсіресіздер. 1 бөлінген 3 тығыздық орташа квадрат жылдамдықтың квадраты. Осы жерде тығыздықты масса бөлінген көлем арқылы жазамыз, жылдамдықтың квадраты. Осы жерден масса неге тең болады? 3 көбейтеміз қысым, көбейтеміз көлем, бөлеміз орташа квадрат жылдамдықтың квадраты. Енді осыны есептеу ғана қалды. 3 қысым 25 килопаскаль, оның 3 дәрежесі паскальмен жазамыз. Көлем жобамен мен 10 деп есептей берейін. Бөлінген орташа квадрат жылдамдықтың квадраты 700. 700-дің квадраты 49, артында 4 нөлі бар, Оны мен былай жазайын, оның 4 дәрежесі деп. Түбірас 3-дің квадраты 3 болады. Енді осы жерден тесте шығаруға болады. 3 қысқарады. Оның 3 дәрежесі жоғарда. Мұна мен 10-ды көбейтсек, оның 4 дәрежесі шығады. Ол мұна астына оның 4 дәрежесін қысқарады. 25 бөлінген 49. Асын мен 50 деп есептеймін жобамен. 25 бөлінген 50. Бұл 1 бөлінген 2 жобамен 0,5. Бұл килограмм. Граммен есептейтін болсақ, ол әрине 500 грамм. Бұл есеп біз шығарғанымыз алдында. Бұл нұсқасын белгіледік. 18. Бір-біріне 10 сантиметр қашықтықта орналасқан бірдей теріс зарядтаған кішкентай 2 шар күшпен өзара әсер әрекеттеседі. Әр шардағы артық электрондар саны. Бұл есепте кездескен. Алдыңғы видеоны көрсеңіздер болады, Нұсқа 1064 деймін, қателеспесем. Есеп шығарайық. Күш тең болады К тұрақтысы, 2 зарядтың көбейтіндісі, ол бірдей болғаннан кейін квадрат дейін, ара қашықтың квадраты, Бірінші зарядты есептеп алайық осы жерден. Заряд неге тең болады? Күш көбейтілген ара қашықтың квадраты бөлеміз К-ға. Күшіміз 0,23 миллиньютон, оның минус 3 дәрежесі болады. Көбейтеміз x квадрат 10 сантиметр. 10 сантиметр бізде 0,1 метр болады, Оның квадраты 0,01 немесе оның минус 2 дәрежесі дейін, қысқаша. Бөлеміз К бізде 9, оның 9 дәрежесі. Оның 9 дәрежесі. Неше шығады осы жерден? Осы жерден қателеспеу керек. Мұна 0,23-ті мен 23 деп жазайын. Минус 2 бар. Минус 2 дәрежесі 23-тен шығады. Минус 3 дәрежесі минус 5 болды. Тағы да минус 2 болды. Минус 7 дәрежесі бар, Бөлеміз 9, оның 9 дәрежесі. Сол кезде Q квадрат неге тең? 23 бөлінген 9. Мұна жерде оның минус 7 азайту минус 9. Ол минус 16 болады, Енді түбірасын алу керек екі жақтың да. Осы жер өте маңызды, калькуляторсыз тез шығару жолын үйретемін қазір. Түбірасын алып біз Q-ді табамыз ғой. Оның минус 6 дәрежесі, 16 дәрежесі ол минус 8 дәрежесі болып шығады. 23, 9-дікі ол 3 болып шығады. 23-ті мен 5 деп 25 деп есептейін, жобамен 5 бөлі 3 болып шығады, жобамен. Осы жерде 5 бөлі 3 жобамен ол 1 бөлі 6 шығады, оның минус 8 дәрежесі. Енді осындай заряд әрқайсысында. Білеміз, заряд ол элементар зарядтардан құралады. Демек, бұның ішінде не бар? N штук деп айтайық, 1,16, оның минус 19 дәрежесі. Минус 19 дәрежесі элементар заряд. Еске түсіреміз, 19 дәрежесі бар. Бұл негіз осы жерде жазып қою керек. Білмеймін, бұны апелляция беруге бола ма, болмай ма. Негіз беріп жазып қойған жақсы болады. Осы жерден қанша электрон бар екен біле аламыз. Өйткені әр заряд электроннан құралады.
1/6 10'ның минус 8 дәрежесі, бөлеміз 1/6 10'ның минус 19 дәрежесі. 1/6 бірді қысқарады, 10'ның минус 8 дәрежесі азайтылған теріс сан 19, осы жерден 10'ның 11 дәрежесі шығады. Осы жерден е нұсқасын белгілесеңіздер болады бірден. 19-шы есеп өте жақсы есеп, мұқият оқу керек, оңай есеп, бірақ өте мұқият болу керек. Толқын ұзындығы 500 нанометр жарық сәулесінің екінші реттік максимум 18 бұрышпен көрінетін дифракциялық тор дейді. Бірінші осы жерге дейін мен жазып алайын. Бұл жерде бір дифракциялық тор бар, оған екі толқын түседі. Біріншісінде 500 нанометр, оның екінші реттігі 18 градуста байқалынады. Дәл осы дифракциялық торға басқа бір толқын келген кезде оның бірінші реттік максимум 12 градус, 12 бұрышта байқалынады екен. Бұл жерде екеуінде ортақ, ол дифракциялық тор. Демек, дифракциялық тордың периоды бар, ол білесіздер. Әр ненің саңылаудың арақашықтығы. Сол ортақ. Демек, соны біз қолданамыз. Формула d синус альфа тең болады k лямбда. Бірінші жағдайда біз осы мына жерде альфа болсын, k1 болсын, лямбда 1 болсын. Бірінші толқын үшін. Екінші толқын үшін период бірдей болады. Дәл сол өткен сол дифракциялық тор. Тек қана несі өзгереді? Бұрышы өзгереді, реттік саны өзгереді, толқын ұзындығы өзгереді. Осы жерден біз қатынасын есептейтін болсақ, қысқарып кетеді. Лямбда 2 осы жерден неше шығады? К1 лямбда 1 бөлінген К2 көбейтілген синус тета бөлінген синус альфа деген теңдеу шығады. Енді осыны біз шығаруымыз керек. Осы жерден толқын ұзындығы тең болады. К1 ол бірінші ненің екінші реттік еді, ол 2-ге тең. Толқын ұзындығы 500 нанометр, нанометрмен шығара беремін екен, жауаптың барлығы нанометр арқылы берілген. Бөлінген К2 екіншідегі реттік сан ол 1. Енді синус тета, тета біз естеріңіз болса екінші толқынның ауытқуы еді. Ол синус 12 бөлеміз синус 18. 2 көбейтілген 500 ол 1000 шығады. Синус 12 0,21 екен. Бөлеміз синус 18 0,31 екен. Осы жерден жауабымен 680 нанометр шығады. Сол нұсқасын белгілесіздер. Бұл да өте жақсы сұрақ, өте әдемі сұрақ. Қиын сияқты, бірақ қиын емес. Күрделі сияқты, бірақ күрделі емес. 20-шы сұрақ, бұл да өте әдемі сұрақтардың бірі. Оригинал деп айтайық. Сұрақты оқиық, мұқият оқимыз. Қиын емес. Бұл сұрақ қиын деп есептейтіндер бар. ұбт-да естеріңізде болсын, ешқандай қиын есеп болмайды. Күрделі деп айтып жатады, негіз күрделі емес. Физиканы түсінсеңіздер өте оңай. Мына жерде суреті қиын болып көрінуі мүмкін сіздерге. Қараңыздар, суретте көрсетілген электр тізбегінің сұлбасына сәйкес электр энергиясының 50% суды жылытуға кетеді. Яғни бұл жерде не жылытады? Бұл жерде мынау кедергі бар, 5 Ом көріп тұрсыздар. Осы кедергіден ток өткен кезде жылу бөлінеді ғой, қуаты бар. Соның 50% ғана суды ыстуға жұмсалынады екен. Енді суды жылытуға кететін болса, судың алған жылуы. Су кедергіден бөлінетінің 50% ғана алады, жартысын. Демек, бұл жерде мақсат кедергіден 10 минуттың ішінде қанша жылу бөлінеді, соны есептейік. Енді бұл жылу термодинамиканың есебі сияқты көрініп тұр. Негізі ол тұрақты токтың есебі болып саналады. Енді қарайық, жылуды неге тең? Ол қуат көбейтілген уақыт. Қуат неге тең еді? Кернеу көбейтілген ток күші көбейтілген уақыт. Енді кернеу бұл жерде берілмеген. Демек, кернеуді мен ауыстыруым керек. Ом заңына сәйкес бұл кернеу неге тең еді? Мен ври деп естеріңізде болса қысқаша айтатын едім. Кедергі көбейту ток күші. Оны көбейтеміз, тағы да ток күші бар, формада уақыт бар. Осы жерден жылу неге тең? Бөлінетін кедергіден RI квадрат көбейту уақыт. Осыны есептейік. Кедергі бізде суретте көрсетілген 5 Ом. Ток күші мына суреттен мұқият қарап алуымыз керек. Мынау 1, мынау 2, жартысы 1,5. Үшінші неде тұр? 1,6, 1,7, 1,8 демек. 1,8 ампер. Мына жерде қараңыздар, ампер деп тұр. Бұл миллиампер болуы мүмкін, мұқият қараңыздар. 1,8 квадрат
10 минутта, бұны секунд арқылы жазамыз, 60-ға көбейтеміз, иә. Осына жылу бөлінеді екен 10 минутта. Осының жартысы неге кетеді? Суды жылытуға. Бізде соны табуымыз керек. Яғни оны мен Q1 дейін, ол Q-дің жартысы. Демек жоғарыдағын есептеймізде 2-ге бөлеміз, иә. 5 көбейтілген 1,8 квадраты 10 көбейту 60 бөлінген 2. Осыны есептеңіздер. 4860 жол шығады. Ешқандай қиындығы жоқ. Б нұсқасын белгілейсіздер. 21-ші есеп. Бұл жерде де қате бар деп есептеймін мен. Суретті оқиық. График берілген. 3 сұрақ бар бірде. Орташа қозғалысының жылдамдығы. Орташа жылдамдық дегеніміз не? Барлық жүрген жол, барлық бөлеміз барлық уақытқа. Осы негізі орташа жылдамдықтың теңдеуі осы. Естеріңізде болса, мен кинематика сабағында айтқанмын, осы теңдеуді әрқашан қолдануға тырысыңыздар. V1 қосу V2 бөлу 2 деген формулаларды қолданбаңыздар. Ол бір жағдайларға байланысты, қолданасыздар. Бірақ оның оригинал формуласы осы. Барлық жүрген жолды қараңыздар. 150 метр. Жобамен 35 секундта жүріп шыққан, 150 бөлінген 35 жобамен 4,3-4,2 метр секунд шығады. Бұл жауапты мен таба алмадым. Олар жауаптарында 21-ші есеп G-ді белгілеген. Бұл негізі дұрыс емес. Мүмкін жазып жатқан кезде қате кеткен шығар деп ойлаймын. Басқа мен түсіндіре алмадым. Бұны апелляция беруге болады деп ойлаймын. Немесе мен білмейтін бір нәрсе бар. Жалғастырамыз. Екінші сұрақ. Қозғалыссыз болған уақытта орын ауыспайды. Бізде орынның график бар. Ол мына жері 10 секундтан басталады. 15 секунд бойы бұл не істемеген, қозғалмаған. Бұл жерде H жауабын белгілейміз. Одан кейін 30 секундта жүрген жолы қанша? 100 метр жүрген. Ені белгілейміз. Жауап, 2 жауабын таптық. 3-ші жауабында қате бар сияқты. 6-да 7-ні мен бұлай тырыстым, олай тырыстым, мен шығара алмадым. 150 метрді ол 6-да 7 секундта, 6-да 7 метр секунд орташа жылдамдықпен жүріп шығу үшін оны қанша секунд болатын еді? Мысалы 150 бөлінген 6,7 22 жобамен 22 секундта жүріп өту керек еді. Ал 22 секундта білесіздер, мына жерде болды. Ол 50 метр ғана жүрген. Жарайды, бұл да қате деп есептейміз. Бұндай есептерді мұқият болыңыздар. Келесі есеп. 22. Изотермиялық жолмен баяу сығу кезінде, қараңыздар, сығылу бұл, көлем азайып жатыр. Газ 7, оның 6 дәрежесі жылу мөлшерін бөліп шығарды, сыртқа кеткен. Осы кезде газдың атқарған жұмысы теріс болады, өйткені көлем азайып жатыр. Осы жерден түсінуге болады. Термодинамика сабағында түсіндіргенмін. Жұмыс көлемге байланысты, көлем азайса, жұмыс теріс болады. Яғни газдың жасаған жұмыс теріс болады. Осы жерден біз оң таңбалы жауаптың барлығын сызып тастаймыз. Бұны бірден осылай сызып тастасаңыздар болады. Енді теріс таңбалы сандардың арасынан табуымыз керек. Бұл термодинамиканың бірінші заңы, энергияның сақталу заңы. Жылу тең болады, ішкі энергияның өзгерісі қосылған жұмыс. Изотермиялық болғаннан кейін ішкі энергияның өзгерісі 0-ге тең, демек жылу неге тең болады? Жұмысқа тең. Жылуымыз бізде берілген, демек жұмысымыз 7, оның 6 дәрежесі болады, әрине теріс таңбасымен бірге. Ол жауап міне мен Е-де көріп тұрмын. 7-мен басталатын G бар, G-де де мега деген 6 дәрежесі дұрыс. Е және G жауаптары дұрыс екен. 23-ші есеп, бұл есте сақтайтын есептердің бірі. Заряд тасымалдаушылары еркін электрондар, оң және теріс иондар болып табылатын өткізуші түрі. Бұл иондалған газдар, бұл есте сақтайтын сұрақтардың бірі. Амал жоқ, мұндай есептерді есте сақтап отыру керек. 24-ші есеп, электромагниттік индукция заңы. Электромагниттік индукция заңы, білесіздер, электрқозғар күштің пайда болуы, ол не үшін пайда болады? Магнит ағынның өзгерісінен пайда болады.
Ол бізде С нұсқасында көріп тұрмын, басқа ұқсас жауап көріп тұрған жоқпын. Индукцияға байланысты болу керек. 25-ші есеп. 25-ші есеп. Бұл да өте жақсы есеп. Мұқият тыңдаймыз. Периоды белгілі дифракциялық тор, перпендикуляр түскен толқын ұзындығы белгілі, жарық сәулесінің максимум реті мен максимумдар саны дейді. Бұның формуласын білеміз. Осындай есеп ұқсас тақырып шыққан осы вариантты алдында шығардық. Период көбейтеміз синус альфаға тең болады к лямбда. Осы жерден к неге тең? Д синус альфа бөлінген лямбда. Максимум бұл синус альфа бірге тең дейміз. Д бөлінген лямбда болады. Д дегеніміз период 12 10-ның минус 7 дәрежесі, толқын ұзындығы 4 10-ның минус 7 дәрежесі. Жауап 3 шығады, көріп тұрсыздар. Енді қараңыздар. К негізі мәні неге тең? Ол 0, немесе плюс-минус 1, немесе плюс-минус 2 деп кете береді, плюс-минус 3 деп. Естеріңізде болса. Бізде 3 шықты. Демек, оның минус 3-і де бар. Дұрыс қой. Бұл жерде жауабын белгілік 25-ші есеп, міне К-ны таптық. Ал енді максимумдар саны реті 3-ке тең таптық. Максимумдар саны неге тең? 3 болуы мүмкін, минус 3 болуы мүмкін. Бұл жерде 2 вариант бар. 2, то есть теріс жағында да бар ғой. 2 минус 2. Бұл жерде 2 мән бар, 2 сан бар. Максимумдар саны 1 минус 1. Бұл жерде 2, 0 ол біреу ғана. Плюс минус 0 деген жоқ, 1. Жалпы нешеу шықты? 7. 2 қосу 2 қосу 2 қосу 1, 7. 7 сан бар екен. Максимумдар саны бар, 7. Осылай есеп, бұл өте жақсы есеп. 26-шы есеп. Көлемі 8 метр куб текше. Текше деген білесіздер барлық жағы бірдей. Демек, оның көлемі неге тең? А куб дейміз. 8 тең болады А куб. Демек, бір қабырғасы неге тең? 2 метрге тең. Осы жерден бірден жазып қояйық. Ыдысқа толтырып керосин құйылған. Керосин ыдысының түбіне түсіретін қысым. Керосиннің түбіне түсіретін қысым, керосин ол сұйық. Сұйық болған кезде тығыздық, еркін сөйлеуі биіктікке көбейтеміз. Стандарт формула білесіздер, қысымның, сұйықтағы қысым. Тығыздығы 800-ге тең, еркін сөйлеуі 10-ға тең, биіктігі жаңағы ыдыстың ол 2 метрден дәлелдедік, бір қабырғасы. Осы жерде неше шығады? 16.000 паскаль. Енді осының жауаптарын ішінен іздейміз. Бұны 16 килопаскаль деп жазуға болады. 16.000 паскаль, міне F нұсқасын көріп тұрмын. 16 килопаскальді көріп тұрмын. Тағы қандай бар? Е нұсқасын көрейік. Мега деген дұрыс емес енді бұл. 6-0 қосылып кетеді. Мына жерде Е нұсқасында 16, 5 дәрежесі. 2 дәрежесі мына жерге көбейтсем 16, оның 3 дәрежесі. Бұл да дұрыс. SEF нұсқасы дұрыс болады бұл жерде. SEF нұсқасы дұрыс. 26-шы. 27-ші есеп. 27-ші есеп. Ашық қолбадағы ашық ыдыста газдың ішкі энергиясын изобаралық қыздырылғаннан кейінгі қолбадағы ыдыстағы қалған газдың ішкі энергиясын салыстыр. Енді бұл ыдысымыз бар. Ол ашық. Демек, газдар емін еркін шығып кете алады. Немесе қосымша газ келу мүмкін сырттан. Изобар қыздырады. Қыздырған кезде молекула тез қозғала бастайды. Демек, газдар сыртқа шығып кетеді. Өйткені үсті ашық. Үсті ашық. Демек, молекуланың саны азаяды. Мен теңдеуді жазайын. ПВ мю арты. Қысым әрқашан тұрақты болып тұрады. Өйткені үсті ашық, сыртпен байланыс болғаннан кейін сыртқы қысыммен бірдей болып тұрады. Баланс жасалынып отырады. Көлем тұрақты, ыдыстың көлемі тұрақты, ішінде газдың да көлемі тұрақты болады. Тек қана газдың саны азайып отырады. Молекуланың саны азайып отырады. Бірақ көлемі сол ыдыстың көлемі тең болып тұрады. Бұл жерде өзгеретін температура көбейеді, бірақ не азаяды? Молекуланың саны азаяды. Бірақ екеуінің көбейтіндісі тұрақты болады. Өйткені қысым тұрақты, көлем тұрақты. Демек, мөлшері, заттың мөлшері мен температураның көбейтіндісі тұрақты болады. Мына теңдіктен көріп тұрсыздар. Мынау тұрақты болады барлығы.
Енді ішкі энергияның теңдеуін жасайық. Білесіздер, бұл қандай газ екені белгісіз, сондықтан I бөлінген 2 дейін, зат мөлшері арты. Но бір атом үшін 3, 2 атомдық үшін 5 деген сияқты, бұл маңызды емес. Қай газ болса да өзгермейтін газ. Мына жерде мына екеуінің көбейтіндісі тұрақты. Жаңа жоғарыда дәлелдедік, демек ішкі энергия тұрақты болады. Бұл жерде ішкі энергия тұрақты. Д нұсқасын тауып аламыз. Бұл жерде жақсы сұрақ, талдап отырып шығаратын сұрақ. Формула сандар жоқ, бұны ақылға салып шығарамыз. 28-ші есеп. 32 микроампер тоғы бар металл өткізгіштің көлденең қимасы берілген, электрондар өтетін уақыт дейді. Біз білеміз, тоқ күші неге тең? Ол өткен зарядтың қанша секундта өткен қатынасы. Қатынасы. Осы жерден бізде уақыт тауып керек. Барлық өткен зарядты бөлеміз тоқ күшіне. Заряд электрондардың қозғалысы, n штук электрон қозғалсын, сол неге тең болады? Жалпы зарядқа тең болады. Енді осын шығарамыз. Уақыт тең болады n бір электронның заряды бөлеміз тоқ күшіне. 2 оның 5 дәрежесі электрон өтеді екен. Әрі қайсының заряды 1,6 минус 19 дәрежесі. Бөлеміз тоқ күші 32, оның минус 6 дәрежесі. Осыны шығаратын болсақ, оның минус 9 дәрежесі шығады секунд. Ол наносекундқа тең, Б немесе өзі де бар, оның минус 9 дәрежесі дейді. Бұл жерде мынаны бірден шығаруға болады. Қараңыздар, 2 көбейту 1,6 немесе 16, 32 шығады. Төменде 32 бар, қысқарып кетеді. Қалғандардың барлығы ондықтар. Бірліктері, 1 деген сан, жауап 2 вариант бар. А немесе Б. 1 шығады. Қалғандарына 1-ден басталмайды. Демек, осы жерден де 1-ден шығаруға болады есепті. 29-ші есеп. Бұл 29-да өте жақсы есеп. Өте мұқият болу керек. Талдап отырып шығаратын есептердің бірі. Бір газдың әртүрлі 3 күйі қысым температура диаграммасы берілген, газ көлемінің осы күйлерге сәйкес мәндерін байланыс. Енді қараңыздар, біз PV N арты формасын жазайық. Осы жерден көлем неге тең? Бөлінген P-ға тең. Енді қараңыздар, зат мөлшері және R ол тұрақты, оған мен мән бермеймін. Демек, көлем неге тәуелді? Температура мен қысымның қатынасына тәуелді. Осыған тәуелді. Енді бізде не қалды? Бір вариант, әр нүктедегі температура мен қысымды салыстыра алсақ есеп шығады. Немесе P мен T-ның қатынасы ол тангенс альфа немесе котангенс альфаны білдіреді. Мысалы, былай сызатын болсақ, 1 мен 2 корпустар бір түзушіліктің үстінде жатыр. Мына 1-ді таңдайын мен, 2-ні таңдайын. Қараңыздар, мына жерде T1 болсын, мына жерде T2 болсын, мына жерде P1 болсын, мына жерде P2 болсын. Мына 4 бұрышқа мен мән берейін. 3 бұрышқа, кешіріңіз, мына 3 бұрышқа мән берейін. Мынау T ғой, T1. Мына жақ P1, ұзындығы. Осы екеуінің қатынасы неге тең болады? Мына альфаның котангенсіне тең. Котангенс альфа T1 бөлінген P1. Т мен P-ның қатынасы неге тең? Ол көлемге тәуелді. Демек, мен бұны V1-ға тең деп жазсам болады. Енді дәл солай мына 3 бұрышқа қарайын. Бұл 3 бұрыштегі котангенс альфа неге тең? Мына жағы T2 бөлінген мына жағы P2. Яғни ол V2-ге тең. T2 бөлу P2 ол V2-ге тәуелді. Қараңыздар, екеуінде бұрыштар бірдей, демек V1 мен V2 тең болады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Түсінікті ғой? Екеуі бір бұрышпен бір түзушіліктің үстінде жатыр. Сондықтан екеуінің көлемдері бірдей екенін түсінуге болады. Ол жауаптарды қараймыз, Д нұсқасы бар. V1 V2-ден үлкен дейді, F де ол дұрыс емес, V1 V2-ден кіші дейді, ол да дұрыс емес, ол туралы білмейміз. Екеуі тең. Тең екенін міндетті түрде білеміз. Енді С нұсқасына қараңыздар, V1 тең V2 тең V3 мына сызықта жатқан жоқ. Котангенс альфасы бұған
точно тең емес, демек с нұсқасы да дұрыс емес. Әзірге д нұсқасын таптық. Енді үшіншіге келеміз. Үшінші есепті қалай есептеуге болады? Мен былай істеймін. Оңай есеп шығару үшін Т3 қой. Ол Т2 мен почти бірдей. Дұрыс па? Бірақ несін қараңыздар? Қысымын ол П2-ден әлде қайда аз, бұны П3 дейін. Жобамен П1-ге тең, мен П3 дей берейін. Бір нәрсе анық, ол П3 П2-ден өте аз. Енді біз білеміз, В2 неге тең, ол Т2 бөлінген П2, ал В3-іміз неге тең, ол Т3 бөлінген П3. Т3 жобамен бізде суретте көрінді, Т2-ге тең бөлінген П3. Ал П3-іміз ол П2-ден кіші және бөлімінде тұр. Үстінде Т2 бірдей, астындағы П3 П2-ден аз болғандықтан кейін В3 үлкен сан шығады, яғни В3 П2-ден үлкен сан шығады. Бұл логически тез шығаруға болады. Осы жерден және В2 мен В1 тең болғаннан кейін В3 ол В1-ден де үлкен болады. Ондай жауаптарды қараймыз. В3 В1-ден үлкен деп А нұсқасы бар, В3 үлкен В2-ден дейді, Б нұсқасы да дұрыс. Е нұсқасын қарайық, В1 В3-ден үлкен емес, В2 В3-ден үлкен емес. А, Б, Д жауаптары дұрыс екен бұл жерде. Ол да өте жақсы сұрақ. Енді немесе бірден тангенс альфа арқылы салыстырсаңыздар болады. Бұлай сызып, мына бұрышпен салыстырсаңыздар болады. Бірақ ол жерде қате кетуі мүмкін. Бұрыш аз, сондықтан көлемінде аз деп ойлап қалуларыңыз мүмкін. Соның үшін бұл жерде мұқият болу керек. Осылай шығарған жөн деп ойлаймын. Соңғы есеп. Егер катодтан ұшып шыққан электрондардың ең үлкен жылдамдығы 530 км/сек болса, фототок үшін жапқыш кернеудің мәні. Бұл электронның кинетикалық энергия пайда болады, ол қайдан пайда болады? Жаңағы кернеуден пайда болады, оны бір зарядқа көбейтеміз электронды. Осындай жұмыс жасалынады, сондықтан мынандай энергия пайда болады электронда, қысқаша айтсақ. Осы жерден кернеу неге тең? Кернеу тең болады. Кинетикалық энергияны бөлеміз бір элементар зарядқа. Енді сан мәндерін қойып шығу керек. Массасы 9,1 10-ның -31 дәрежесі, жылдамдық 530 км/сек. Метрге айналдырамыз, 530 10-ның 3 дәрежесі. 530-дың квадраты, 10-ның 3 дәрежесінің квадраты, ол 6 деп жазайын. Метр секундқа айналдырамыз, бөлеміз 2 және электронның заряды 1/1,6 10-ның -19 дәрежесі. Осыны шығаратын болсақ 0,18 вольт шығады жобамен. Бұл жерде бір ғана жауап бар. А нұсқасын белгілеңіздер. Осылай нұсқалар талдадық.